Құрметті жиналыс қатысушылар, бүгін Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамының Шымкент магистралды газ құбырлары басқармасы филиалының экологиялық жобасы қоғамдық тыңдаулар ұйымдастыруда. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы экология кодексінің және қоғамдық тыңдаулар қағидасына сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулар қағидасының 25 тармағына сәйкес экологиялық жобаға мүлде қатысы жоқ ескертпелер мен ұсыныстар ескерілмейді. Бүгінгі қоғамдық тыңдауларды біз ашық деп жариялаймыз. Және қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен Байбол Жанболат Сабиржанович. Қоғамдық тыңдауға хатшы сайлау, хатшы ретінде Ботаев Батиев Қайрат. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі, екіншісі баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары жауап береді. Сөз кезегі құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Экология кодексінің 122 бабына сәйкес қоғамдық тыңдауларға Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Шымкент магистральды газ құбырлары басқармасы филиалы үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған өтінішке қоса берілетін құжаттар топтамасы шығарылды. Атап айтқанда, рұқсат етілген шығарылымдар нормативтерін және рұқсат етілген төгілген нормативтерін қамтитын эмиссиялар нормативтерінің жобалары, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Келесідей нысандар үшін Полторацкая желілік өндірістік басқармасы, Ақбұлақ желілік өндірістік басқармасы, Жетісай газ өлшеу станциясы және вахталық кенті, Шардара газ өлшеу станциясы және вахталық кенті. Полторацкая және Ақбұлақ желілік өндірістік басқармалары Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Шымкент магистральды газ құбырлары басқармасының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Полторацкая өндірістік базасы құрамына 14 алаңша, Ақбұлақ өндірістік базасына 11 алаңша кіреді. Газ өлшеу станциясы және вахталық кенті нысандары дербес, жекеленген жер учаскелерінде орналасқан және бірыңғай өндірістік кешен болып табылады. Рұқсат етілген шығарымдар нормативтерінің жобалары. Рұқсат етілген шығарымдар нормативтерінің жобалары әрбір нысанға арналып әзірленді. Ақбұлақ өндірістік базасы үшін рұқсат етілген шығарымдар нормативтерінің жобасы 9 алаңшаға арналып әзірленді. Өйткені Шымкент 1, Шымкент 4 ГТС жеке жоба ретінде аумақтық жағынан олар Шымкент қаласына қарағаннан кейін тиісінше қалалық жергілікті атқарушы орган рұқсат құжаттарын беретін болады. 23-27 жылдарға арналған растаушы заттардың нормативтік шығарындылары келесілерді құрайды. Полторацкая желілік өндірістік басқармасы жылына 6502 тонна, Ақбұлақ желілік өндірістік басқармасы жылына 898 тонна, Жетісай газ өлшеу станциясы және вахталық кенті жылына 2251 тонна, Шардара газ өлшеу станциясы және вахталық кенті жылына 1608 тонна құрайды. Әрбір нысан үшін рұқсат етілген төгінділер нормативтерінің жобалары әзірленді. Полторацкая ағынды сулар мен Полторацкая өндірістік базасы сүлу алаңдарына бұрылатын ластаушы заттардың рұқсат етілген төгінділерінің нормативтері жылына 6,2 тоннаны құрайды. Ақбұлақ ағынды сулар мен Ақбұлақ өндірістік базасы буландырғыш тоғанына бұрылатын ластаушы заттардың рұқсат етілген төгінділері нормативтері жылына 3,4 тоннаны құрайды. Жетісай газ өлшеу станциясы және вахталық кентінің ағынды сулар мен буландырғыш тоғанға бұрылатын ластаушы заттардың рұқсат етілген төгінділерінің нормативтері жылына 1,4 тоннаны құрайды. Шардара газ өлшеу станциясы және вахталық кентінің ағынды сулар мен буландырғыш тоғанға бұрылатын ластаушы заттардың рұқсат етілген төгінділер нормативтері жылына 2,3 тоннаны құрайды. Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Шымкент магистральды газ құбырлары басқармасы филиалы үшін қалдықтарды басқару басқармасы Қазақстан Республикасы экология кодексінің 41 бабына сәйкес экологиялық рұқсатты алу үшін екінші санаттағы нысандар үшін қалдықтарды жинау негіздеу қажеттілігімен әзірленді. Аталмыш бағдарламада қалдықтарды көму элементтері өз қалдықтарын көму орнының болмауына байланысты қарастырылмайды. 1. Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы Шымкент магистральды газ құбырлары басқармасы филиалы үшін қалдықтарды басқару басқармасы Қазақстан Республикасы экология кодексінің 41 бабына сәйкес экологиялық рұқсатты алу үшін екінші санаттағы нысандар үшін қалдықтарды жинау негіздеу қажеттілігімен әзірленді. Аталмыш бағдарламада қалдықтарды көму орнының болмауына байланысты қарастырылмайды.
23-27 жылдарға арналған полторацкая өндірістік базасы үшін қалдықтарды жинақтау лимиттері жылына 396 тоннаны құрайды. Олар бөгде ұйымдарға беріледі. 23-27 жылдарға арналған Ақбұлақ өндіріс базасы үшін қалдықтарды жинақтау лимиттері жылына 541 тоннаны құрайды. Олар да бөгде ұйымдарға беріледі. Жетісай газ өлшеу станциясы және Бақталық кент үшін қалдықтарды жинақтау лимиттері жылына 95,4 тоннаны құрайды. Олар да бөгде ұйымдарға беріледі. Шардара газ өлшеу станциясы және Бақталық кенті үшін қалдықтарды жинақтау лимиттері жылына 95,4 тоннаны құрайды. Олар да бөгде ұйымдарға беріледі. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы операциялық мониторингті, эмиссиялар мониторингін және әсер ету мониторингін қамтиды. Операциялық мониторинг үнемі жүргізіліп тұрады және кәсіпорынның технологиялық регламентіне сәйкес параметрлерді бақылауды қамтиды. Эмиссиялар мониторингі атмосфералық ауаға шығарындылар көздерінде инструменталды және есептік әдістермен ағынды сулардың төгінділер құрамын химиялық талдаумен жүргізіледі. Сондай-ақ қалдықтардың түзілуі мен қозғалысының тұрақты есебі жүргізіліп отырады. Атмосфералық ауаға, топырақ жамылғысына және жер асты суларына әсер ету мониторингісі санитарлық қорғау шекарасында тәуелсіз аккредиттелінген зертхана тарта отырып инструменталды өлшеулермен жүргізіліп отырады. Кәсіпорын қарастырып отырған кезеңде атап айтқанда 23-27 жылдарға арналған табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын әзірледі. Аталмыш жоспар атмосфералық ауаны, жерді, жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау жөніндегі іс-шараларды, сондай-ақ қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі іс-шараларды қамтиды. Кәсіпорын барлық табиғатты қорғау іс-шараларын орындау барысында туралы 90 сайын уәкілетті органға есеп беріп отырады. Қорытындылағанда, аталмыш жұмыста қоршаған ортаның қазіргі жай-күйінің нәтижелері келтірілген және Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Шымкент магистральды газ құбырлар басқармасы филиалының қызметін іске асыру кезінде қоршаған ортаға әсердің сапалы және сандық бағасы орындалған. Қоршаған ортаны жай-күйін тұрақты бақылау, апатсыз жұмысты қамтамасыз ету және жобаларды көзделген барлық іс-шараларды орындау кәсіпорынның өндірістік қызметінің әсерін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Тұтастай алғанда, полигонның жұмыс істеу ауданындағы өндірістік және шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсері рұқсат етілген деп бағаланып, қолданыстағы экологиялық тепе-теңдікті айтарлықтай бұзбайды. Бұл сөзсіз жақын маңда орналасқан елді мекендерге әлеуметтік экономикалық зор әсерін береді деп есептейміз. Баяндамада ақталды. Назарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, өзіңізге болады. Жауап беруге дайынбыз. Қорытынды Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы Шымкент магистралды газ құбырлары басқармасы филиалының экология жобасы бойынша қарсылық бар ма немесе жоқ па? Қарсылық жоқ па? Қолдаймыз ба? Қатысқандар жоқ. Болды.